Ой, бұл арқамай так кері алайықшы деп. Оп, бір-екі. Так, ойбай бие алайықшы нема. Оп, ана, давай, бие жеш, оп, ана. Так, енді ойбай камера қосып тұр екен, қазір амандасып кетейін. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен әрқашанда Денрон және де достар менің жаңа арнама қош келдіңіздер достар. Сіздер осы арнаны көп күттіңіздер достар. Енді мен осы арнаны ешқашан сатпаймын, ешқашанда осы каналды сатпаймын. Давайте осы арнама тіркелейік достар. Давайте 1000 подписчикашына апарып тастайық. Давайте алғашқы менің ең бірінші мақсатым десем де болады, осы каналдың давайте 1000 подписчикашына апарып тастайық. Өте керемет болады деген ойдамын. Давайте 1000 подписчикашын смело апарат деген ойдамын. Енді сіздер көріп тұрғандай достар, ауылдағы өмір. И достар, сіздер білесіздер, алдыңғы серияда мен маған бір жабайы бала келген болатын қонаққа дегенде ол бала уже типа есін жия алмай жүрді, бірақ алдыңғы видеода аварияға түсіп есін жиып, барлығы есін түсті. В общем, он сондай бала пацан, в общем, керемет нормальный жігіт екен. Так, мында он туалетте тұр екен. Так, отырайық туалеттен. Ёпперс, это что за фигня? Так, окей, туалетке отырмайын. Фуф, достар, боқтарынай. Фуф, боқтарынай сасып кетті. Мен одын достар, оның сундығында мұндай не бар екен? Қараңдар, Ма айтқан өз қолымен жасаған деген, типа шахтаға шегер жатқан, соны алып, осы таяқпен жасаған деген, және де мұндай пышағы бар екен, қараңдар. Ебон кесуге болады ма пышақпен, қараңдар. Опан бүйтті жатыр мынамен. Оп дейсің. Давайте енді үйге кірейік. Так. Ойбай. Сен не үшін жатсың? Не уақыт бауырым, не уақытсан? Не уақыт? Так, соңында дәрі ештеңе жоқ па? Мындай бинт жіп бар екен. Бауырым, не уақыт? Айт, ей. Не уақыт айтсайын? Жайша ма? Денрон. Ай, бұл Денрон мен жаман ішім ауырады мен. Андай бару пауықтың көзін бай, боқпа, немен айтты, бірдеңке жеп ішім ауырып кетті. Есімде жоқ не жегенімді. Әті ішім деген жаман ауырып тұр. Ой, бұл кешім сұраймын енді. Мұны тішіп тастам сасық болып кеткен шығар. Енді бірақ мен саған, сен айтып едің ғой, саған ақша керек, анау-мынау, типа жаңа үй саласың, мынау үй кішкентай, анау-мынау, бұрынғыдай дәу үй салам, 2 этажный, анау-мынау деп жаттың ғой. Так, менде идея бар, в общем, мен саған бір ақша бар, мен білесің ғой, машинам, аппақ машинам, Гелендваген. Соның астында сундук бар, сол сундуктың астында көп ақша бар, соны алып өзіне үйге сатасың болсаң, көп рахмет маған көмектескені. Енді сен бір аптадай жатта тұрады, мен білмеймін, егер де дәрігер болса, дәрігер шақырасың ғой, менде ақша бар, десе төлеп берем. Так, ай бұл қайжан ауырып отыр. Ема достар, прикиньте достар, досымның досы іші жаман ауырып отыр. Бірақ достар, мен қазір кішкене нитпен бай ішін орап тастайын, әйтпесе қайдан бейін, может бірдеңке орып алған шығарсың бірдеңкеге. Так, орадық достар, тезек бізге дәрігер шақыру керек. Так, дәрігер тезек шақыру керек. Так, давай. Так, сайтқа кіреміз, ВК-ға. Так, дәрігер менің досымның іші ауырып атыр, тезірек келіңізші, ақшасын төлеп беремін. Все достар, жібердім. Енді қазір достар жарты сағат немесе 1 сағаттан келеді шығар. Енді достар білмеймін не болғанын достар, еумайгамде авандап тұрмын, бірдеңке болып қалды ма деп досыма. Бірақ досым қорықпа, шыдай тұр. Қазір дәрігер келеді, саған көмектеседі, сен кішкене шыдай тұр. Так, достар, егер досым жазып кетсін десене, давайте лайктарыңызды басып кетейік. Давайте мен қазір дәрігер келген күте тұрайын, осы жаққа отырып, достар күте тұрайық дәрігер келгенше. Ал енше келгенше достар сіздер лайктарыңызды басып, арнама тіркеліп 1000 подписчикашын жеткізіп тастайық, енше кеттік. Ей, балақа сен мен шақырам, ойынсай. Ойбай, ормасаңшы, не уақыт? Ойбай, дәрігер келдіңіз бе? Дәрігер тез келдіңіз ғой, оймай, 1 сағатта деп едім. 1 сағат ұйықтап алайын десем. Так, жақсы дәрігер. Мен осы мындай жағдай болып тұрғанда үйіме кіріп мен досымды тексеріс, осы менің досымның іші жаман ауырып отыр екен. Мен білген бойынша ол андай өрмекшінің көзі бар ғой, соны жеп, анау-мынау өрмекшінің көзін жеп, анау зомбиден етін жеп, анау-мынау бірдеңке, в общем, сөйтіп көп уақытта сондай жей берген ғой, үңгірде тұрған анау-мынау дегендей сондай заттар көп жеген. Енді мен арасында 5-6 жедім, мен аны өзі айтты, жемесем мынаумен әпсе көтен оп-ана деп ұрам деді. Енді сол сетпен менде басқа амал болған жоқ, мен соны жедім. Осы адамдар, замандар неге апарады екен, адам жүректі көрсет. Санға анау кімді көріп, емдеп, дәрін тастай кетіп, екеуінде дәрін ішіп жүреді, жайлы ма?
Жақсы жүріңіз. Мен үйімде. Так, мына досым аман болса екен, еді. Досым, ой, бие, жынды ғой ма, бие болдқан емес. Бірақ достар, егерде осы биелерің келсе, давайте мен курсыма жазып кеттір, баққан деп 1 сағатта 400 теңге деп ойнап айтам достар. Енді тік дәрігер не деп екен? Так, о, емдедіңіз бе? Қалай екен? Жағдай қалай? Жақсы ма? Адам өйінде жатқан сияқты. Қуат келсің, сен жай просто іші ауырып отыр, іші өтті ма сондай бірдеңке. Енді білесің ғой, мұны пайдалы зат жемесе іші деген жаман ауырады екен. Mesela мен столға дәріді тастап кеттім. Осы дәрілерді күніне 3 рет ішесің, таңертең, түсте, кешке. Осын тезірек деп ұмытпай ішті жүрген, әйтпесе іштен қатты ауырып кетеді. Давайте сау болыңыздар. Сенен 10 алмас. Так, жақсы 10 алмаз дейді. Так. 10 алмаз. Так. Достар, менде 10 алмаз бар, қорықпаңдар, менде алмаздан. Так, неше мен сізге алмаз. Все, енді көмектескеніңізге көп рахмет. Енді так, достар, дәріге кетіп қалды үйіне. Енді так, уже түн батып жатыр, достар, Давайте біз қазір үйіме кіріп ұйықтап алайын, сосын барып, енді ертең уже кездесетін боламыз тағы да ече. Давайте о, ема, достар, тұрып алға соң, давайте кішкене зарядка жасап жейік. Опана. Давай, зарядка. Опана, кетті ғой. Так, достар, енді жаңа сіздер білесіздер, досым маған айтқан болатын, осы менің машинам астында, достар, менің машинамның астында одан не бар деп, андай ақша, давайте көрейік ау. Так, мұнда мен машинам артында дымда жоқ. Так, ма қай жағында ақша деді? Так, багажникті ашып көрейік. Ой, багажникті ашып көрейік. Так. Ештеңке жоқ екен, машина деген менен де ғой, достар, емаган дейді. Так. Қай жағында ақша дейді? Так, мұнда ақша жоқ. Так, мында еще багажникте жоқ қой, ема, қайда ақша? Так, о, астына сундук бар екен, достар, тоқта. О май гад! Неше ақша мынау деген, ема, кәдімгі состояние ғой мынау деген. Қараңыздар, менде қанша ақша? Ема, давайте кетіп сундукқа салып қойып. Ема, сен... Так, ұйықтап отырайын, так, мешет етпей қойып. Ема, достар. Бұл деген... Так, фума, боқтан тасып тесейікші, достар. Сасып атқандай. Так, боқтарын басқа жаққа тасып тесейік, әпсе керек те емес, бізде боқтар. Ё-мая, сасып қоймады. Сасқынай. Мен осы жаққа ақша барын сау тұрайық, пока что ақша барын. Так, ақша барын бай сауып қоямыз. Мына жаққа да бай. Енді давайте тағы да біз неге айналдырамыз, алмазға. И бізде бақана қараңыздар, қанша стак алмазға санайым. 1, 2, маған примерно қанша стак керек екенін айтам үйге. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Ема, маған 45 алмаз керек, достар, осы үй сауғанға 1 стак жетпей жатыр. Енді 1 стакты енді жұмыс жасап тауып аламын. Мен анау мен несім бар, бастығым бар, есепші соғанда барып қазір жұмыс тапсырма алып керек. Так, мінекей достар, енді так бейін жамыр жауып отыр ғой. Достар, сіздерге тағы да бір жаңалық айтып кетейін. Жаңалық дегенде бір зат айтып кетейін, кеттік ғой. Бұл тоңып кеттім ғой, достар. Сіздер білесіздер, алдында мен досым айтқан болатын, что осы жақта маньяк тұрып жүр деп. О, маньяк өші мен досымды алдап, анау Қарабоқтен ауылдан машинасымен әкеп, ошық әкеп, мен жаңа досымын соғып тастап, кәне есін, ол даже өзін білмейтіндей қылып соғып тастап, енді өңгірге тастап кеткен болатын, өңгірде 7 ай өмір сүрген. Так, әні досы оны үй тұр қараңыздар. Терезе қаран, ноутбук телевизорға бірден тұр екен, свет жанып тұр екен, қараңыздар достар. Какой-то бір темір тұр үстінде. Так, мен досым мені ұстап алып, досым сияқты соғып тастамаса болады екен. Так, аккуратно көзіне көрінбейік. Так, үйінде ешкім жоқ қой деме. Так, аккуратно жүрейік, достар. Мен қазір барып көрем. Егерде достар, менің маньяк мен ұстап алмасын десеңдер, давайте лайктарыңызды басып, өпілдеріңізді басып кетейік, арнама тіркелейік. Мен аккуратно жүріп, қазір көрейін, кім тұрады екен. Егерде менде битам бар қолымда. Так, енді соған біз қазір барып көрейік. Так, кеттік ал. Пісімді достар, мен білмеймін, менде қазір не болатынын. Мына маньяктың үйіне достар, мен бірінші рет кірейін деп жатырмын. Енді дұрыс қойын бірінші рет. Так, пісімді, так, аккуратно кірейік. Так, Бергері, қайдасың? Вау, достар, мұнда ешкім жоқ қой.
ойбай, мына немене? Мына факелда тұр. Фу, мына неме сасық пиво тұр екен достар, қараңыздар. Ема качество ете ма не? Так кавязка тұр екен. Кавязка нафига достар мынау? Білмеймін, аяқ ауырады шығар. Ойбай! Сүйектер! Так, мына немене? Так тезірек мына жерден қаштым мен құрсын. Қаштым достар. Ё-ма, жындыма не жеймін. Фуф. Ертең достар досыммен бірге келетім, досым жазып кетсін достар. Досым жазып кетсін, сосын досыммен бірге келетім болам. Ё-ма, фуф, сасып кетті ғой. Тез үйге қайтайық достар. Кәмен ана шау көріп ұстап алмаса болды ғой. Мен нема жопа болады, кәдімде жаңбыр жауып отыр еще. Ё-ма, судамда жан жақта. Тезірек қашу керек біз үй жаққа енді. Так, осындай видео болды деп айтып кетейін. Енді достар, мінекей осындай видео болды. Бүгін достар өкінішке орай күшті видео болды, бірақ досым ауырып қалды. Ана атаның үйіне бардық, Құқымбай атаның, маньяк атаның үйіне бардық. Және де мында мен гаражымды жауып қою керек еді. Екі машинамды тұр, екі машинам мен досым машинасы. Так, енді давайте біз үйге кіріп видеомен аяқтай берейік енді. Мінекей достар, осындай видео болды. Осы видео сіздерге міндетті түрде ұнаса, мен біліп тұрмын, что сіздерге осы видео ұнады. Давайте лайктарыңызды басып, арнама тіркеліп кетейік. Сіздермен болған мен Дендрон. Келесі кездескенше.